Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция және қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео инвесторлар тапсыратын салық тақырыбына арналатын болады. Сіздер салыққа қатысты өзіңізді қызықтыратын бірнеше сұраққа жауап алып, 240 форманы толтырудың мысалын білетін боласыздар. Осы тақырып сіздерді қызықтыратын болса, видеоға лайк басып, мені қолдай отырыңыздар. Егер арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, болашақта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл видеоға кіріспес бұрын, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, видеоның бірінші бөлімімен танысып, салықтық декларацияны тапсыруға қажет ақпаратты жинап алуды біліп алыңыздар. Ал мен бастаймын. Бірінші, инвесторлар қандай жағдайда 240 форма салық декларациясын тапсыратындығын біліп алайық. Бұл салық формасы негізінен жеке табыс салығы бойынша декларация деп аталады. Бұл формада сіз аты айтып тұрғандай табысыңызды жариялайсыз. Ол дегеніміз инвестициядан түскен табысты ғана емес, басқа да табыс көздері болса, соларды осы формада көрсетесіз. Ол қандай табыс болуы мүмкін? Егер сіз жылжымайтын мүлік сатсаңыз, бір жылдан аз уақыт ерік еткен көлігіңізді сатсаңыз, шет ел банкінде шотыңыз болса, шет елде жылжымайтын мүлігіңіз болса, шет елден табыс табатын болсаңыз, инвестициялаумен айналыссаңыз, осы 240 форманы 31 наурыздан қалмай өткізуге міндеттісіз. Мен шет елдік табыс және жеке мүлік табысына тоқталмай, тек инвестицияға қатысты төленетін салықты айтып кететін боламын. Егер сіздерді осыған байланысты ақылы кеңес алу, форманы толтырып беру сияқты көмектер керек болса, видеоның төменгі жағындағы сілтемеге өтіп, Google форманы толтырып кетсеңіздер болады. Сол жерде сізбен кері байланыс жасалынып, көмек көрсетілетін болады. Бұл форма табысқа қатысты болғандықтан, және мен инвестициядан түскен табыс жайлы айтатын болғандықтан, инвестициялық табыс ұғымын ажыратып алайық. Инвестициядан түскен табыс дегеніміз дивиденд, купон және бағалы қағазды сату кезінде түскен табыс. Осылар бойынша енді салық төлейміз бе? Көпшілік адамдар отандық биржада сауда-саттық жасайтын инвесторлар салықтан босатылды. Ондай болса, біз салық төлейміз бе деп көп сұрайды. Жалпы қысқа жауап қайтаратын болсақ, жауабы жоқ. Тек салықты ғана төлемейсіздер. Салық төлемейсіздер деген сөз, сіздер салықтық формада оны көрсетпейсіздер дегенді білдірмейді. Сол үшін салықтық декларацияда нені көрсетіп, нені көрсетпейтінімізді түсіну үшін мына кестені қарайық. Бұл кестедегі ақпарат Қазақстанның қор нарығында жасалатын сауда-саттыққа байланысты. Шет елдік нарықтағы сауда-саттыққа басқа ереже қолданылады. Оны алдыңғы минуттарда айтатын боламын. Енді кестеге қарайтын болсақ, қай кезде жарияланым жасайтындығымыз, қай кезде жасамайтындығымыз көрсетілген. Бірінші жолды қарайық. Егер сіз Қазақстандық нарықта, ол дегеніміз Касы және Астана халықаралық қор нарығында эмитенті қазақстандық компания сіздерге 2023 жылы дивиденд төлеген болса, салық төлемейсіз. Тіпті формада оны көрсетпейсіз де. Мысал ретінде Халық банкті қарастырайық. Баршамызға Халық банкі былтыр 25 теңге төңірегінде дивиденд төледі. Яғни, бұл Халық банк акциясы Қазақстан қор нарығында орналастырылған. Оны шығарушы эмитент Халық банкі. Ол да қазақстандық. Бұл жағдайда салық төлемейсіз, декларация жасамаймыз. Енді келесі жолды қарайық. Онда былай делінеді. Егер қазақстандық қор нарығында орналастырылған және эмитенті қазақстандық компания болып табылатын компания бағалы қағаз үшін купон төлесе, салық төлемейміз және декларацияда көрсетпейміз. Оған мысал ретінде BI Group компаниясын қарастырайық. Оның облигациясы қазақстандық нарықта орналастырылған. Шығарушы компания BI Group қазақстандық.
және ол облигация үшін купон төледі делік. Бұл жағдайда салық төлемейміз және декларация жасамаймыз. Келесі үшінші жолды қарастырайық. Қазақстан нарығында саудаланатын және эмитенті қазақстандық компания болып табылатын компания бағалы қағазын өскен кезде сатып, пайда көретін болсаң, салық төлемейсің, бірақ декларация жасайсың. Ол дегеніміз, сіз былтыр Халық банкінің акциясын 100 теңгеге сатып алып, жыл ішінде 150 теңгеге өскен кезде сатып пайда көрсеңіз, онда формада бұл табысты көрсетесіз, бірақ салық төлемейсіз. Неге? Себебі бұл акция Қазақстан қор нарығында саудаланады. Шығарушы эмитент компания қазақстандық. Келесі жағдайды қарастырайық. Білеміз, біздің отандық касса немесе Астана халықаралық қор нарығында шет елдік компаниялардың бағалы қағаздарын сатып алуға болады. Мысалы, Tesla, Apple компанияларының акциялары. Осыған байланысты төртінші жолды қарастырайық. Онда былай делінген: егер Қазақстандық қор нарығында эмитенті шет елдік компаниядан дивидендтік немесе купондық табыс алсаңыз, онда салық төлемейсіз, бірақ декларация жасайсыз. Мысалы, сіз Қазақстан нарығында саудаланатын Apple компаниясынан дивиденд алсаңыз, онда салық төлемейсіз, бірақ формада декларация жасайсыз. Бесінші жолды қарастырайық. Егер қазақстандық нарықта шет елдік эмитент шығаратын компанияның бағалы қағазын сату арқылы табыс тапсаңыз, ол акция, облигация болуы мүмкін. Онда салық төлемейсіз, бірақ декларация тапсырасыз. Мысалы, қазақстандық нарықта саудаланатын Tesla компаниясының акциясын $130 сатып алып, $150 сатсаңыз, түскен табыс $20 үшін салық төлемейсіз, бірақ табысыңызды формада көрсетесіз. Осымен қазақстандық нарықтағы пайда, дивиденд, купон жайлы айттық. Енді шет елдік қор нарығында сауда-саттық жасап, пайда тапсақ, дивиденд, купон алсақ не болады? Салық төлейміз бе? Декларация жасаймыз ба? Жауап алайық. Ол үшін келесі кестені қарайық. Кестенің бірінші жолында былай делінеді: егер шет ел қор нарығында, ол мейлі Лондон, мейлі Насдак болсын, қазақстандық эмитент шығарған бағалы қағаздан дивидендтік немесе купондық табыс алсаңыз, салық төлемейсіз және декларация жасамайсыз. Мысал ретінде Каспий компаниясын қарастырайық. Ол Лондонның қор нарығында орналастырылған. Акциясы үшін сіз дивидендтік табыс алсаңыз, оған салық төлемейсіз және декларация жасамайсыз. Себебі шығарушы компания Каспий қазақстандық. Ал енді кестенің екінші жолын қарастырайық. Онда былай делінген: шет ел биржасында саудаланатын эмитенті қазақстандық компания болып табылатын бағалы қағаздарды сатып, пайда көрсеңіз, салық төлейсіз және декларация жасайсыз. Мысалға, жаңағы Каспий компаниясы. Оны сіз Лондон қор нарығынан $80 сатып алып, $90 сатып, $10 пайда көрдіңіз. Онда сіз осы $10 салық төлейсіз және осы табысты формада жариялайсыз. Үшінші жолды қараңыздар. Бұнда егер шет елдік биржада шет ел эмитенті шығарған бағалы қағаздан купон немесе дивидендтік пайда көрсеңіз, салық төлейсіз және декларация тапсырасыз деп көрсетілген. Оған мысал ретінде Amazon компаниясын қарастырайық. Насдак қор нарығында саудаланатын Amazon компаниясының акциясынан дивидендтік табыс алсаңыз, салық төлеп декларация тапсыратын боласыз. Келесі жолда былай деп көрсетілген: егер шет ел қор нарығында саудаланатын шет ел эмитенті шығарған бағалы қағаздың өсімінен табыс тапсаңыз, салық төлейсіз және декларация тапсырасыз. Осымен қандай жағдайда салық төлеп, қандай жағдайда декларация тапсыратыныңызды білдіңіздер деп ойлаймын. Айта кететін жағдай: салықтық кезең 1 жыл, яғни 2024 жылы 2023 жылдың 1 қаңтарынан 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықтағы операциялар үшін салықтық декларация тапсырасыз. Салық көлемі
табыстың 10%-ын құрайды. Тапсыруға болатын соңғы күн әр жылдың 31 наурызы. Салықты төлеу керексіз деп ешкім ескертпейді. Салық төлеудің ескіру мерзімі елімізде 3 жылды құрайды. Төлемеген жағдайда 3 жыл өткеннен кейін де сізге хабарлама жіберіп, талап етуі мүмкін. Егер сіз салықтан жалтаратын болсаңыз, сізге шара қолданылатын болады. Бірінші салықты төлемеген жағдайда ескерту келеді. Ескертуден кейін төлемесеңіз, 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл. Ал егер салықтық декларациясын тапсырып, онда қателіктер жіберетін болсаңыз, онда бірінші рет ескерту, ал екінші рет қайталанса, 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Енді сұрақтың жауабын алғаннан кейін айыппұл төлемес үшін салықтық декларацияны қалай толтырамыз деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Енді осы сұрақтың жауабын алайық. Салықтық декларацияны тапсыруды салық төлеушінің кабинетінен көрсететін боламын. Ал сайт сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Сайтқа кіру үшін сізде ECP кілт керек және компьютеріңізде NCA Layer қолтаңбасы орнатылған болуы керек. Толтыру үшін сайтқа кіруді бастайық. Сайтқа кірген кезде сізде осындай бірінші бет ашылады. Осы жерде ECP арқылы кіруді таңдайсыз. Сізде келесі бет ашылады. Бұл жерден «Путь к хранилищу» деген жазудың жанындағы 3 нүктені басып, өз сертификатыңызды таңдайсыз. Ол AUTH деп басталатын файл, сіздің ECP-іңіз. Файлды таңдаған соң, астына өз пароліңізді енгізесіз. Енгізіп алып, ок деген батырманы басасыз. Сол кезде автоматты түрде «Выберите ключ» деген жерде сіздің иін жазылған ақпарат шығады. Осыдан кейін «Выбрать» деген батырманы басасыз. Келесі сізде өзіңіздің салық төлеу кабинетіңіз ашылады. Осы беттің сол жақ жоғарғы бөлігінен «Настройки» деген жерге барып, тышқанмен нұсқайтын болсаңыз, сізде осындай 3 түрлі нұсқа көрсетілген болады. Бұл жерде ең бірінші тұрған «Настройка списка форм» дегенді таңдауыңыз керек. Сізде келесідей бет ашылуы тиіс. Осы жылдардың ішінен қай жылға салықтық декларацияны тапсырғыңыз келеді, сол жылдың үстінен басасыз. Мысалы, былтырғы жыл үшін мен 2023 жылды таңдайтын боламын. Басқаннан кейін әртүрлі салық формалары ашылатын болады. Бұл жерден екінші тұрған 240 форманы таңдаймыз. Таңдағаннан кейін барып, жоғарғы жақтағы форма «Налоговой отчетности» деген жазудың үстіне тышқанмен нұсқаймыз. Сол кезде сізде келесі 4 түрлі нұсқа пайда болады. Сіз соның біріншісін, яғни «Заполнение налоговой формы» дегенді таңдайсыз. Сізде осы бет ашылуы тиіс. Яғни бұл жерде жаңа сіз таңдаған жыл мен оны ашсаңыз таңдаған форма көрсетіледі. Осы жерден 240 форма деген жазуды басып, келесі бетке өтеміз. Сізде осындай бет ашылатын болады. Бұл жерде сіз жайлы ақпарат автоматты түрде толтырылатын болады. Яғни алғашқы 3 пункт автоматты түрде толтырылады. Сіз толтыруды 4-ші пункттен бастайсыз. Бұл жерде осы форманы бірінші рет толтырсаңыз, первоначальная дегенді таңдайсыз. Ал егер бұрын тапсырған болсаңыз, очередная дегенді таңдайсыз. Егер форманы қосымша қайталап тапсырсаңыз, дополнительно дегенді таңдайсыз. Ликвидационная дегеннің сіздерге қатысы жоқ. Оны жеке тәжірибемен айналысатын адамдар таңдайды. 5-ші пунктты егер сіз 4-ші пунктте дополнительно по уведомлению дегенді таңдаған болсаңыз толтырасыз. Яғни, бұл жағдайда салық органдары сізге салықтық декларацияны толтырыңыз деп хабарлама жіберулері керек. Жіберген жағдайда сізде хабарлама номері және күні белгілі болады. Сол ақпаратты бос ұяшыққа көрсетесіз. Енді 6-ші пунктты қарастырайық. Бұл жерде сіз неліктен форманы толтырып отырғандығыңызды көрсетесіз. Инвестор болғандықтан сізге А және Д нұсқалары қатысты. А жағдайын, егер сіз қандай да бір мүліктік табыс тапсаңыз таңдайсыз. Яғни оған дивиденд, өсімнен тапқан табыс кіреді. Ал Д формасы сізде шетелдік акциялар бар болса таңдалынады. Енді 7-ші пунктке өтейік. Бұл жерде резидент болсаңыз, резидент болмасаңыз, не резидент дегенді таңдайсыз. Негізгі
осы форманы толтырушылардың 99% резидент болып табылады. 7-ден 11-ге дейінгі пункттерді тек не резидент дегенді таңдаған адамдар толтырады. Олар өте сирек кездеседі. Резидент болмасаңыз, қалай толтыру туралы видео астында толтырылған формаға жауап беру арқылы жауап алсаңыз болады. Осы ақпараттарды толтырып болғаннан кейін экранды төмен қарай жылжытамыз. Бұл бөлімде мүліктік және басқа да табыстарды көрсетеміз. 240-00-001 деген жолды қарайық. Бұл жолда мүліктік табысты көрсетеміз. Рим цифрасымен 1 деп жазылған жерде А және В нұсқасы бар. А нұсқасына қазақстандық нарықта сауда-саттық жасау кезінде қандай да бір табыс алсақ, соны көрсетеміз. Егер эмитент отандық компания болса, мысалы, мен Халық банкінің бір акциясын 100 теңгеге алып, 150 теңгеге сатсам, онда 50 теңге табысты дәл осы А нұсқасында көрсететін боламын. Көрсету үшін бос ұяшықтың жанындағы 3 нүктені басып, добавить строки дегенді таңдаймын. Сізде келесі бет ашылады. Осы бетте сумманы көрсету үшін добавить деген батырманы басамыз. Сіздің экраныңызда осындай бос ұяшықтар пайда болады. Бірінші, сол жақтағы номер налогового кодекса деген ұяшықтың жанындағы 3 нүктені басып, қажетті салық кодексін таңдаймыз. Біздің жағдайда қазақстандық қор нарығында қазақстандық эмитент шығарған акция сатылымнан табыс тапқандықтан 331.2.8 дегенді таңдаймыз. Кейін сумма КЗТ деген жерде теңгемен тапқан табысымызды көрсетеміз. Таңдап болып сохранить деген батырманы басамыз. Сумма автоматты түрде Римнің бір цифрасы жанына шығады. А нұсқасын толтырып болдық. Енді В нұсқасына көшейік. Бұл жерде шетел нарығында сауда-саттық жасап, табыс тапсақ, немесе Қазақстан қор нарығында саудаланатын және эмитенті шетел компаниясы болып табылатын бағалы қағазды сату арқылы өсімнен пайда көрсек, оны осы жерде көрсетеміз. Мысалы, NASDAQ-тан $100 Tesla акциясын алып, $170 сатсақ, көрген $70 осы жерде теңгеге айналдырып көрсетеміз. Курсты сатылған күнге аламыз. Оны ұлттық банктен біліп алсаңыздар болады. Мысалы, курс 450 теңге болды делік. Онда 70-ті 450-ге көбейтіп, 31.500 теңгені көрсететін боламыз. Қалай көрсететінімізді қарайық. Ол үшін тағы В нұсқасының жанындағы бос ұяшықтың сол жағындағы көрсетілген 3 нүктені басып, добавить строку дегенді таңдаймыз. Сізде осы бет ашылады. Бұл жерде тағы жасыл батырманы добавить дегенді таңдайсыз. Оны басқаннан кейін салық кодексінің нормасы мен сумманы көрсететін бет ашылады. Салық кодексінің нормасын таңдау үшін бос ұяшық жанындағы 3 нүктені басып, ашылған беттен 322.2.2 деген пунктті таңдаймыз. Ал суммаға жаңа есептеп шығарған 31.500 теңгені көрсетеміз. Көрсетіп болғаннан кейін сохранить деген батырманы басып, басты бетке ораламыз. Ал төменде көрсетілген келесі Рим цифрасымен көрсетілген 2-ден 5-ке дейінгі бөлімдердің инвесторға қатысы жоқ. 240.00.002 деген бөлімде Рим цифрымен 1 деп белгіленгеннің А, Б, С нұсқалары инвесторға қатысты емес. Енді осыны толтырып болған соң, бетті жоғары жылжытып, экранның сол жағынан екінші бетке өтуді таңдаймыз. Екінші бетке өткен кезде сізде келесі ақпараттарды талап етілетін бет ашылады. Келесі бетте ашылған алғашқы Д формасын егер дивидендтік табыс алсақ көрсетеміз. Мысалы, мен Каспий акциясынан былтыр 8500 теңге дивиденд алдым делік. Оны осы жерде көрсетеміз. Келесі Е ұяшығына егер облигациядан купондық табыс алсаңыз көрсететін боласыздар. Мен ешқандай табыс алмадым делік, сол үшін көрсетпеймін. Келесі F, G, H, I формалары инвесторға қатысты емес. Рим цифрасымен көрсетілген 2, 3, 4, 5 және 6 инвесторларға да қатысты емес. Сол себепті оларды толтырмаймыз. Экранды төмен қарай жылжытсақ, 240.00.003 деген форманы көреміз. Бұның да инвесторға қатысы жоқ, толтырмаймыз. Енді келесі бөлімді қарастырайық. Ол бөлім исчисление индивидуального подоходного налога с имущественного и других доходов деп аталады. Ол жерде
барлық салыққа қатысты бар түзетулер көрсетіледі. 240.00.004 деген жерде сізге төлеуіңіз керек барлық салық суммасы жазылатын болады. Оның көлемін біз түзетулер арқылы азайта аламыз, егер бізге қатысты түзетулер бар болатын болса. Бірінші Рим цифрасымен 1 деп тұрған ұяшықты қарайық. Бұл жерге мен жаңағы Халық банкінің акциясын сатып, тапқан 50 теңгеме салық салынбас үшін керекті кодексті таңдаймын. Ол үшін бос ұяшықтың жанындағы 3 нүктені басып, добавить строки дегенді басамын. Ашылған беттен добавить дегенді таңдаймын. Осы жерде қайта тағы 3 нүктені басып, салықтық кодекстің түрін таңдайтын боламын. Біздің жағдайда 341.1.5 деген кодексті таңдаймыз. Және түзету енгізілуі керек сумманы көрсетеміз. Сохранить деп басамыз. Бұл жерде негізі дивидендтен түскен табысқа салық салынбайтындықтан оны да көрсетуіміз керек еді. Алайда 341.1.7 деген салықтық кодексті бұл жерден таңдау мүмкін емес. Сол себепті оны 240.00.006 деген жерде қолмен жазып көрсететін боламыз. Жаңағы Каспийден алған дивидендімізге салық төленбес үшін осы жерге 8500 деген сумманы жазып енгіземіз. Сізде салық төленетін сумма тек 31500, Насдақтан тапқан пайдаңыз ғана қалады. Соған салық төлейтін боласыз. Салық суммасын өзіңіз қолмен есептейсіз. Ол табыстың 10%, яғни біздің жағдайда 3150 теңге. Оны 240.00.008 деген ұяшықта көрсетеміз. Осымен түзетулер бөлімі аяқталды. Келесі исчисление индивидуального подоходного налога с доходов трудового иммигранта-резидента деген бөлімнің инвесторға еш қатысы жоқ. Сол үшін үшінші бетке өтеміз. Экранды жоғары сырғытып, беттер жазылып тұрған жерден үшінші бетті таңдаймыз. Сіздерде келесі бет ашылуы керек. Бұл бетте бізге алғашқы 2 бөлім қажет емес. Төменгі үшінші бөлімді қарастырайық. Имущество, находящееся за пределами РК. Бұл жерде шетел нарығынан сатып алған акцияны көрсетеміз. Мысал ретінде менде Apple акциясы бар делік. Ол сатылмаған, шотымда әлі жатыр. Ондай акцияларды осы жерде көрсетеміз. Бұл жерде бірінші қандай актив екендігін, екінші елдің кодын, үшінші активтің ISIN номерін және активтің шыққан, орналасқан жерін жазасыздар. Осындай аналог бойынша шетел акцияларынан дивиденд алсаңыздар, 240.02 форманы да толтырасыздар. Оны беттің сол жағына басып өтіп көрсеңіздер болады. Үшінші бет бойынша көрсетілетін ақпараттар осы ғана. Толтырып болғаннан кейін 4-ші бетке өтесіз. Бұл бетте тек код органа государственных доходов деген жерді ғана толтырасыз. Яғни тұрақты тіркеуде тұрған жеріңіз бойынша. Осымен 240-ші салықтық форманы толтыру үлгісі аяқталды. Түсінікті болды деп үміттенемін. Егер басқа да сұрақтарыңыз бойынша кеңес алғыңыз келсе, төменде көрсетілген ссылкаға өтіп, консультация алсаңыздар болады. Немесе дайын форманы толтыруға өтініш қалдыра аласыздар. Назар салып видеоны тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып қолдай кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.